Sonымен келесі белдесу. Қызыл белбеуде павлодарлық Батырхан Жүнісов. Келесі белдесу Батырхан Жүнісов, Павлодар облысы және Рустем Жумаев. Солтүстік Қазақстан облысының балуандары боз кілемге шығады. Батырхан Жүнісов, лақап аты тұлпар, 21 жаста, салмағы 90 келі, бойы 173 сантиметр. Бапкері Серік Досымханов. Ал оның қарсыласы Солтүстік Қазақстан облыстық Рустам Жумаев жайында айтар болсақ, осы жарыстағы ең бойшаң балуан. Солтүстік Қазақстан облысынан келген балуанның бойы 198 сантиметр. Салмағы да өте үлкен, 135 келі, лақап аты Қаражал. Қазір қос балуан боз кілемге беттегенде өздеріңізде байқайсыздар, екеуінің салмақ жағынан да, бой жағынан да айырмашылығын. Міне көзге анық көрініп тұр. 45 келі ауыр екен Рустам Батырханға қарағанда. Бақандай 45 келі ауыр екен салмағы. Бойы болса 10 сантиметр төмен. Батырханға мұндай жағдайда не істеу керек? Өзінен әлдеқайда еңселі, әлдеқайда бойшаң, ауыр балуанды ұту үшін әрине көбірек қимылдау қажет, қарсыласын шаршату керек. Дамыл таппай шабуылдап қарсыласын қара терге малшындырмаса, әрине бұндай белдесуде өзінен еңгезердей балуанды ұту өте қиынға соғады. Міне шықынған сәті балуандардың бірі. Көк белбеулі балуанға бүгін пай жазылды. Рустам Жумаев бұған дейінде Қазақстан барысына қатысқан, бір емес бірнеше мәрте. Жеңіс тұғырына көтере алмағанмен, бірақ біраз жерге дейін барды бұл балуанда. Кемінде екі айналым күрескен есімізде. Қазір өзінің жанкештілігінің арқасында Батырхан жарайсың. Жартылай жеңіске қол жеткізді. Батырхан бірақ енді босаңсуға болмайды. Бұл әрине еңгезердей балуанның ашу ызасын тудырды. Енді ол да қарсыласын міне белін қайыстырудан еш тартынбайды. Міне көріп отырсыз, айтқандай-ақ Рустам Жумаев бұл жекпе-жекте айқын жеңіске жетті. Бұған дейін 3 рет қатысқан Қазақстан барысына Рустам Жумаев жеңіс тұғырына сынық сүйем алғанда сүрініп жүрген балуан. Бұл жолы Батырхан Жүнісовтың жеңді. Өкінішті павлодарлық балуан жап-жақсақ бастаған еді, бірақ салқынқандылық жетіспеді бұл жігітке. Оның үстінен көрдіңіздер ғой, бойда бойшаң, салмағы да 45 келі ауыр деген, ол өте көп, өте көп. Сондықтан да Рустам Жумаевтың бұл кезеңге өтетініне көпшілік айтарлықтай күмәнданған жоқ. Сөйтіп, Айбек Серікбаев алғашқы айналымда жеңген балуан, келесі айналымда Рустам Жумаевпен кездесетін болды. Қазір қасқыр терісін алады. Сонымен қатар әр айналымда жеңген балуандарға 100 мың теңге көлемінде сыйақы табыс етілетінін біз айттық. Марат Жақытов ағамыздың қолынан Рустам Жумаев 100 мың теңгені төс қалтасына қазір босады. Бұны айқын жеңген тұсы сырттан іліп құлатқан екен. Бұны Батырхан қанша талпынды қарсыласына ал болуға, бірақ шамасы жетпеді. Оны мойындауға тиіспіз. Жартылай жеңіс жасағаннан кейін, жартылай жеңіске қол жеткізген кейін Батырхан Жүнісов Рустам Жумаевты жыққаннан кейін қатты ашуланса керек. Қазір Дәулетхан Жақыпов Жамбыл облысы және Бақыт Смағұлов Алматы қаласының өкілдері боз кілемге шығады. Бұлардың да салмақ айырмашылығында, бой айырмашылығында біраз айырмашылық бар екенін өздеріңіз байқап отырсыздар. Оңтүстік Қазақстан облысы Қапталдағы төреші Ақжігітов болады. Шығыс Қазақстан облысы ұлттық жоғары дәрежелі төреші. Тараздық балуанның, яғни Жамбыл облысының өкілінің Дәулетхан Жақыповтың жасы 22-де, салмағы 83 келі, бойы 179 сантиметр, бапкері Фархат Қылышбаев. Дәулетхан Жақыпов сіздердің назарларыңызда. Ал оның қарсыласы
Бақыт Исмағұлов Алматылық Бақыт 23 жаста. 120 келі салмағы, 183 келі, 183 сантиметр бойы. Бақыт Исмағұловты бұл жарысқа дайындаған қазақ күресінен әлем чемпионы өзіміздің даңқты балуанымыз Бауыржан Талеп. Отыз жеті келі кем екен салмағы. Дәулетханның қарсыласына қарағанда, Бақытқа қарағанда. Бұл да аз емес әрине. Бірақ Дәулетханның, Жақыповтың біз жалынды балуан екенін жақсы білеміз. Қазақстанның дзюдодан Қазақстан құрама командасының мүшесі. Ұлттық құрама сапында бірқатар халықаралық жарыстар қатысып жүр. Еліміздің белді дзюдошылардың бірі. Былтырда Дәулетхан осы жарысқа қатысуға тиіс еді, бірақ дзюдодан өтетін байрақты бәсекеге даярланып жатқандықтан осы жарысқа келмей қалды. Оның орнына өзге балуан күресті. Ал бұл жолы Дәулетхан Қазақстан барысына барынша даярланып келген екен. Дәулетхан 81 келі салмақта дзюдодан өткен көптеген байрақты бәсекелерде ел намысын қорғап жүр. Тарымды жастардың бірі. Енді қазақ күресінде қанша икем бар екен біз көреміз, қанша бейімделгенін. Бір анығы қазақ күресінде бұл жігіттің жетік меңгергенін аңғару қиын емес, өйткені Жамбыл облысында өткен іріктеу сайысында небір мықты Тараздың тастүлектерін, Жамбыл облысының небір жайсаңдарын ұтып, мына осы жарысқа жолдама алып отыр. Ал өзіміз жақсы. Мені өте тамаша көрдіңіздер. Қандай күмән бар. Дәулетхан Жақыпов таза аяқтан қарсыласының аяғымен көрдіңіздер. Бақыттың өзде күтпей қалса керек, қарсыласы аяқтан өлтте мені айқын жеңіске қол жеткізді. Сөйтіп Дәулетхан Жақыпов қарсыласының өзінен әлде қайда ауыр болғанына қарамастан, міне күш атасын танымайды деп қазақта осындай айтылған ғой. Өте керемет, өте жақсы. Дәулетханның бастамасы тамаша. Мына қолтықтың ішіне кірітті, қарсыласын лақтырды. Иықтан асыра лақтырды, иықтан асыра лақтырды. Өте тамаша. Бақыт тіптен қарсылық көрсетіп үлгермеді. Кілемдегі төреші Қуат Байғожаев міне. Дәулетханның айқын жеңісін куә болып отырсыздар. Төртінші жұп боз кілемге шығатын Леонид Станеев және Асыл Барменов. Леонид Ақмола облысынан, Асыл Қарағанды облысының өкілі. Леонид Станеевтің қазір өнерін көретін боламыз. Ақмола облысынан дара шыққан балуан. Леонидтің лақабаты Ақмола қасқыры. Жасы 20-да, салмағы 82 келі, бойы 178 сантиметр. Бапкер Анас Исин. Және оның қарсыласы Асыл Барменов, Қарағанды облысы. Лақабаты жас сұңқар, 1988 жыл туған. Салмағы 98 келі, бойы 1 метр 77 сантиметр. Сұлтан Тыныспаевтың қоласында жатқады. Асыл Барменовты біз бұған дейінде Қазақстан барысында көрген болатынбыз. 2012 жыл күрескен болатын. Бұл жігіт былтыр іріктеу сынынан өте алмай қалды. Асыл Барменов, егер естеріңізде болса, былтыр Қарағанды өткен іріктеу бәсекесі ағайынды Олжас және Ержан Шынкеевтердің жеңісімен аяқталып, Асыл Барменов сол жарыста 3-ші орынды қанағат тұтып, жылдың басты додасына қатысу мүмкіндігінен айырылған болатын. Ал бұл жолы сол олқылықтың орнын түзеп, міне Қарағанды облысынан үздік шығып, осы бәсекеде белдесуде. Асылдың қандай деңгейде, қандай бабында келгенін біз байқайтын боламыз.
Бәсеке өте сылбыр басталды. Қазір төреші қашып жүрген балуанға ескерту жасауға тиіс. Бұл ретте Леонидке қарағанда асыл сәл белсенді көрінуде, сондықтан да Леонидтің қазір ескерту алып қалуы мүмкін. Ал ескерту алса, Бөгөпай, айтқанымызда ескерту алды Леонид, сонымен Бөгөпай асылдың енесіне жазылды. Бұл қос палуанның арасында әрине, егер екеуін салыстыратын болсақ, асылдың тәжірибесі әлде қайда зор. Біз айттық, бұл жігіттің Қазақстан барысына қатысқанын 2012 жылғы жарыста. Сонымен қатар бірқатар басқа да турнирлерде топ жарып жүрген жігіт. Ал Леонид Станеев болса, енді ғана осы төленеріміздің қыр-сырын үйреніп жүр, меңгеріп жүр. Әрине біз қуанамыз. Өзге ұлт өкілдерінің де осындай қазақ күресіне ерекше мән беріп жүргеніне бұған дейін де біз көрдік. Бірнеше балуандар, мысалы, былтыр Қазақстан 2013 жыл жарыста Демьяненко сынды балуанның қандай керемет өнер көрсеткенін ширек финалға дейін жетті. Басы жарылса да, міне басынан қан кетіп, Ақматамен танылса да, жанкештіктің үлгісін көрсетіп, ширек финалға дейін жетті. Өте тамаша өнер көрсетті Виктор Демьяненко. Міне сол жарыстан кейін осы көрермендер көзайымына атанған балуан Виктор Демьяненконың да қазақ күресінің жақсы меңгергенін біз көрдік. Міне қазір Асыл Барменов жартылай жеңіс. Бірігімен түсті. Соны себепті Асыл Барменовтың есіне жартылай жеңіс жазылды. Жамбас қалды да, міне өте жақсы лақтырды. Жартылай жеңіс. Енді тағы бір мәрте осылай лақтыратын болса, екі жартылай жеңіс, ол бір таза жеңіске ұласады. Енді Леонидтің шабуылдамаудан басқа әрекеті жоқ. Өйткені өзі көріп отыр, бір Бөгөпайы, бір жартылай жеңіс, сондықтан да жеңіс ке жету жолында Леонид барын салуға тиіс. Тағы да бір Бөгөпай жазылды. Асыл ақырын асықпай, аптықпай жүріп міне өзінің үстемдігін паш етуде. Ешқандай күмән жоқ. Леонид қанша тырысқанымен, бірақ бірде-бір әдіс әлі жасалған жоқ. Асылда қазір асығудың қажет еместігін жақсы түсінуде, өйткені алда маңызды жекпе-жектер бар. Ол Леонидтен өтетіне сенімді, сондықтан да өзін өте салқынғанды ұстап жүр. Асығатын емес. Бұл бірінші айналым ғой, сондықтан да көп балуандар, тіптен данықты балуандардың өздерінде бірінші айналымда аса бір тағы бір Бөгөпай міне Асылдың есінде. Көп жағдайда данықты балуандардың өздерінде бірінші айналымда күшін сарқып алмау үшін асықпай қимылдап, өздерінің бір оңтайлы келген сәтте ғана оңтайлы әдісін жүзеге асырып жатады. Сондықтан да оған таңғалуға болмайды, өйткені қазір бірте-бірте мықтылар мен осалдардың ара-жігі ажырайтын болады. Нағыз шиыр шығататын тұс сол. Сондықтан да бұл жігіттер бастапқы бәсекеде барын сала қоймайтын анық. Бұл жолы таза жеңіс, көрдіңіздер. Ешқандай күмән болмауға тиіс. Асыл Барменов әйтеуір қарсыласына ары жұлқылап, бер жұлқылап, ақырында айқын жеңіске қол жеткізді. Асыл Барменов келесі айналымға жолдама алды. Өте жақсы, міне көріп отырсыздар. Қарсыласын арыда бердер қап көрді.
Қайталау барысында анық байқап отырсыздар. Ешқандай күмәнсіз жеңіс. Қос жауырынмен жерге түскен екен. Асыл Барменов жақсы бабында келген екен бұл жарысқа. Леонидтің екі аяғын көктен келтірді міне. Не болған Леонидтің өзі де түсінбей қалса керек. Тек бас шайқаудан басқа мал қалмады. Бұл қазақ күресі Леонид. Кішкене таярлану керек. Мықтылап күресу керек. Ал қазір сіздер назарларыңызда Сұңғат Закиреев, Атырау облысы және Шалқар Жоламанов, Шығыс Қазақстан облысы. Сұңғат Закиреев. Ағатай, лақабаты 21 жастағы балуан. Салмағы 85 келі, бойы 185 сантиметр. Аманбай Қыздарбаевтың қол астында жаттығады. Және оның қарсыласы Шалқар Жоламанов, Шығыс Қазақстан облысы. Шалқар Жоламановты сіздер жақсы білесіздер. Қазақстан барысы 2011 жылғы турнирінде қола медальді иеленді. 2012 жылы Қазақстан барысы турнирінде күміс медальді жеңіп алды. 2013 жылғы жарысқа қатысқан жоқ. Мен енді осы жарыста мына бақ сынауға бел буып отыр екен. Осы жарыс қатысушылардың арасында ең ересегі Шалқар. Жасы 25-те, кешіріңіздер 35-те жасы. Қанат Сүлейменовтың қол астында жаттығады. Аздаған жарақат алған осы жарыс қарсаңында. Сол жарақатына қарамастан Шалқар осы жарысқа келді. Бірақ мін көріп отырсыздар, аяқтан іліп лақтырды. Бұл жерде әрине Шалқардың жарақаты сыр берген сыңайлы, айтпегенде бұндай әдіске түспейтін балуан ғой Шалқар. Біз жақсы білеміз. Талай дүбірлі додада дара шапқан балуан. Осы қазақ күресінің бүге-шүгесіне дейін меңгерген еліміздегі ең тәжірибелі, ең белді балуандардың бірі. Міне көрдіңіздер ғой. Бұнда әдіске түспеуге тиіс еді, бірақ міне жарақаты сыр бергенге ұқсайды. Көріп отырсыз, оны өздеріңіз де байқап отырсыздар. Бәрі дұрыс болады деп ойлаймыз. Аяғына жарақаты бар байқалып тұр. Шалқардың сол жарақатына қарамастан міне жаным арымның садағасы деп осында дүбірлі той болып жатқанда, осындай ірі бәсеке болып жатқанда, осындай төленеріміз өркендеп жатқан тұста міне осындай жарысқа неге қатыспаса, Абылайдың астында шаппағанда деп міне Шалқар бұл жарысқа жарақатына қарамастан келген еді, бірақ көріп отырсыздар. Сын сағатта жарақат сыр берді, сөйтіп Шалқар Жоламанов жарысты жалғастыру екіталай. Ең ересек балуан осы жарысқа қатысып жатқан Шалқар Жоламанов. Жарайды, қапаланба Шалқар. Әлде жақсы күресуге бар, әлде мүмкіндік бар. 35 жас деген ер жігіткене қажымұқан аталарымыз міне басқа да батырларымыз 60-70 келгенше күрескен ғой. Сондықтан да Шалқардың әлде күресетін шағалда, сондықтан да бұл жолы жеңіс. Сұңғат Закиреев теңесіне езіліп, Ағатай келесі айналымға жолдамалды. Ал Шалқар Жоламанов өкінішке қарай жарақатына байланысты жарысты жалғастырылған жоқ. Бірақ қалай десек те, қазақ күресін дамуына, қазақ күрес тарихында осы Шалқар Жоламановтың да үлкен із қалдырғанын, өшпес із қалдырғанын ешкім жоққа шығарылмайды. Сондықтан да Шалқарға да бір қошемет көрсетіп қойғанымыз жөн шығар. Күрестер ауысады. Көлекесов Ақжігіті Велебай Кенжебай. Қазір бұл сөйлемдегі төрешілер ауысатын болады. Содан кейін жалғасады. Міне Арман Әбеуов Астана қаласы және Саят Шамшиев Алматы облысы арасындағы белдесу. Салмақ айырмашылығын байқап отырсыздар. 37 келі екен айырмашылығы. Арман, яғни Саяттан 37 келі ауыр. Арман Әбеуов Малай сары, лақабаты
1982 жыл туған, 32 жаста. Қапталдағы төресі Елубай Кенжабай, Маңғыстау облысы. Салмағы 120 келі, бойы 190 сантиметр. Саден Шынтастың қол астында жаттығады. Саят оған қарағанда әлдеқайда жас, әлдеқайда жеңіл салмағы, біз айттық 37 келі жеңіл екен Саят қарсыласына қарағанда. Алматы облысы Саят Шамшиев, Алакөл бөрісі лақап аты. 1989 жыл туған, салмағы 83 келі, бойы 179 сантиметр. Керей Қойшыбектің қол астында жаттыққан. Саят Шамшиевті өзіміз жақсы білеміз. Самбодан өткен көптеген жарыстарда, халықаралық жарыстарда ел намысын қорғап жүрген балуан. Енді өзінен әлдеқайда бойшаң, әлдеқайда еңселі, арман қарсы қандай айла ойластырып келген екен. Саят соны байқап отырайық. Жалпы алғанда қазір елелде, жерелде мына қазақ күресін көтеріліп жатыр. Еңсесін тіктеу үшін мына көптеген шаралар жүзеге асырылуда. Таяуда ғана Талдықорғанда қазақ күресінен Қазақстан чемпионаты өтті. Ерлер мен әйелдер арасында бір айта кетерлігі, әйелдер арасында Қазақстан чемпионаты тұңғыш рет өткізіліп отыр екен. Мына әйелдерде күрескен. Біз сол жарыс барысында қазақтың даңқты бапкері Диханбай Биткөзов мырзамен сұхбаттасқан едік. Сол кезде Диханбай Биткөзов кезінде қазақта қатын күрес деген болған. Яғни еркектерден кейін әйелдер бозгілемге шығып өз өнерлерін ортаға салатын, бұл қатын күрес деп аталатын. Қазір сол дәстүрді Жетісу өңірі жаңғыртып жатыр. Алғаш рет биыл Талдықорған қаласында сол әйелдер күресінде тұсауы кесілді қазақ күресінен. Өте тамаша жарыс болды. Сол жарысты ұйымдастырған біз айта кетейік. Жетісу өңірінде Бөрі қоғамдық бірлестігі сол қазақ күресін, самбо күресін, дзюдо күресін дамытуды қолға алып отырған Бөрі қоғамдық бірлестігі, сол қоғамдық бірлестігі басқарып отырған Нұрым Жанязов ағамыз Жетісу өңірінде осы қазақ күресін дамытуды мықтап қолға алып отыр. Көптеген балуандар тәрбиелеп шығарып отыр. Бапкерлік іске қазақтың даңқты балуаны дзюдодан Олимпиада ойындарының қола жүлдегері Айдын Смағұлов тартылды. Сөйтіп бапкер Айдын Смағұлов пен білгір басшы Нұрым Жанязовтың міне іскерлігімен осындай қазақ күресін дамыту мәселесі мықтап қолға алып, міне сол өңірден шыққан дарынды жастардың бірі Саят Шамшиевтің өнерін сіздер тамашалап отырсыздар. Қазір Арманның қолы Саяттың көзіне тиіп кеткен сыңайлы. Жоқ, көзіне емес, аузына тиіп кеткен екен. Бірақ аса бір қауіпті жарақат деп ойламаймыз. Сондықтан да Саят жекпе-жекті жалғастыруға тиіс. Міне осындай азаматтар ел-елде, жер-жерде бар. Төл өнерімізді дамытуына барынша үлес қосып жатқан. Сондықтан да бұл азаматтарға алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Сонымен Бөрі федерациясы құрылғалы бері көптеген игі істер, көптеген игі шаралар қолға алынған біз жүзеге айттық. Сол Бөрі федерациясының құрметті президент ретінде Алматы облысының әкімі Аңсар Мұсаханов мырза тағайындалды. Нұрым Жанязов ағамыз міне осындай істен кейін міне қазақ күресі қазір Жетісу өңірінде жақсы дамып жатыр. Ел чемпионатында өткен жарыста бұрындар көш соңында жүретін Алматы облысының өкілдері қазір командалық есепте 4-ші орын алды. 1 чемпион, 2 күміс жүлдегер, 1 қола жүлдегер шықты. Яғни қалауын тапса қаржанат деп бекер айтпан ғой. Дуалы ауыздағаларымыз сол секілді міне егер шын ниетпен кіріссе күрестің барлық түрін дамытуға болады. Ал ата-бабамыздан кейінгі ұрпаққа мирас болып қалған бұл өнерді дамыту үстінде әрине Қызылорда облысы қазір көші ілгері. Қызылорда облысының тіптен іріктеу сынындағы мәліметтерге құлақ асатын болсақ, көш басында екен іріктеу сынының өзіне талай мықты белді балуандар қатысқан екен. Бұл жағынан осы Қазақстан барысы жарысының өтуінен де алғашқы мұрындық болған сол сыр бойының азаматтары екен де біз айта кетуге тиіспіз. Бұл ретте сол облыстың, Қызылорда облысының спорт және дене шынықтыру басқармасын басқарып отырған Садық Шонмұрын Мұстафаевтың ерен еңбегін атап өтуге тиіспіз. Оңтүстік Қазақстан облысында, Жамбыл облысында да міне
қазақ күресінің дамуына ерекше мән беріліп жатыр. Жалпы алғанда міне оңтүстік шығыс Қазақстан облысында да қазақ күресінің даму барысы өте жақсы. Соның айғағы міне Айбек Нұғмаров 2010 жыл Қазақстан барысы атанды. Одан бөлек 2012-2011 жылда Шалқар Жоламанов 2 рет жүлдегерлер санатына қосылды. 2012 жылы Айбек Нұғмаров та жеңіс тұғырына көтерілді, міне қола медаль алды. Осының өзі міне шығыс өңірінде де қазақ күресіне жақсы мән беріліп жатқандығын айта кеткен жөн. Енді қолдаушысы болса, жоқтаушысы болса, әр өнерді дамытуға әрине болады. Оған біз анық көзге жеткізіп отырмыз. Міне осы Қазақстан барысы жобасында дүниеге келуі, Қазақстан Республикасының президенті, ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың құрметтердің жарысында беделі жылдан жылға артып келе жатқаны тек қазақты ғана қуантып отырған жоқ. Айтып отырдық қой, біз Түркияның биыл 2 арнасы, сондай-ақ Ресейдің Боец каналы арқылы 4 дүниеге тарап отыр. Бұл жарыс қазір 4 дүние тамашалап отыр. Сондықтан да бұл жарыста ың-шыңсыз, керемет, жоғары деңгейде өткізу біздер үшін үлкен қарыз, үлкен міндет жүктеліп отыр. Сол төл өнеріміздің құдіретін, қасиетін күллі әлем көрсе деген ойымыз бар. Келешекте дүбірлі жарыстардың бағдарламасын енсе деген ойымыз бар. Бұрын қарағанда қазір жағдай кішкене болса жақсы ғой қазақ күресінде. Жақсы деп айтып отырғанымыз мына Қазақстан барысы секілді дүбірлі жарыс ұйымдастырылып отыр. 4 дүние тамашалап отыр ана. Жүлделік қорда қомақты болу бұл аз мәселе емес. Ынталандыру жағы да керемет. Кезінде міне қазақ күресіне қырын қараған талай, мысалы самбода жүрген, дзюдода жүрген балуандардың өзі осы қазақ күресіне бір күресіп, осы майлы қанжығаға бір қол сұқса деген бір армандары бар. Қазақтың барыс атанып, бас балуан атанып жатсақ тіптен керемет деген ниет пайда болды, құштарлық пайда болды. Сонымен қатар әлем чемпионаты өтуде. Тек ерлер арасында емес, жастар мен жасөспірімдер арасында да әлем чемпионаты бар. Құрлықтық біріншілік, әлем кубок жолындағы жарыстар. Осының барлығы әрине қазақ күресінің дамуына үлкен септігін тигізетіні сөзсіз. Балуандар әлі 1 минут 12 секунд кездеседі. Әзірге бір ғана Бүгіпбай мен Арман Әбеуов алда. Әлі 1 минуттай уақыт бар. Міне Бүгіпбай мен Арман Әбеуов алда келе жатыр екен, бірақ байқап қарағанда міне Саят Шәмшиевті әзірге Арманның осал тұсын табалар емес. Арман да бір керемет әдіс қолдана қойған жоқ. Бір ғана Бүгіпбай, яғни Саяттың әлі де таразы басын теңестіруге мүмкіндігі бар. Бірақ шама шарқы жетпей жатыр. Қазір бір ескерту берілуге. Екінші рет Бүгіпбай, яғни Жамбас ұпай Арманның еңсіне жылды. Қазақстан чемпионаты барысында аталдыру өткен біз осы Саят Шәмшиевтің өнерін тамашалаған болатынбыз. Өкінішке қарай сол жарыста міне аяғынан жарақат алған болатын. Сол жарақат сыр беріп жүрмей тұр Саятты біз әзірге бір жасында жарқыраған сәтін көре алмай отырмыз. Сол аяғының жарақатынан қауіптеніп жүрме, әлде басқа да себептер бар ма? Бірақ егер жекпе-жек былай жалғаса беретін болса, әрине Арманның жеңіске жететіні анық. Кілемнің шетіне шығып кетті қазір Саят. Қос балуан тараптан да бір ұтымды қимыл көріп отырған жоқпыз. Жасыратын жоқ. Әрине алда Арман. Бірақ ол жігіттің де айқын басымдылық танытылмай тұр. Сөйтіп Жамбас ұпаймен, яғни сәл ғана басымдылықпен Арман Әбеуов жеңіске жетіп келесі айналымға жолдама алды. Ал Саят Шәмшиев үшін бұл жарыс аяқталды. Қарсыласының мына қасқа терісін алып қазір
кетті Арман. Енді келесі айналымдық белдесуге даярлатын болады. Құрметті жанкүйерлер, біздің арамызда Қайталау барысы. шетелден көптеген қонақтар келіп отыр. Солардың бірі Спорт Аккорд халықаралық конвентінің атқарушы директоры Георгий Яролимпус мырза. Қошемет көрсетіп қойыңыздар. Арманның жеңіске жеткен сәті. Енді келесі жекпе-жекке көңіл аударайық. Руслан Абдыразақов Сыр барысы, Қызылорда облысы және Жетісу барысы Айдос Қаңғылбаев Алматы облысы. Айдос Қаңғылбаев біз айттық, осы жарыста Жұманазар Ерсұлтановтан кейінгі екінші ауыр салмақты балуан. Айдостың салмағы 147 келі, бойы 188 сантиметр. Айдос Қаңғылбаевты осы жарысқа баптаған Болат Қожахметов. Болат Қожахметовті біз жақсы білеміз. Самбы күресінің дамуына өлшеусіз еңбек сіңіріп жүрген азамат. Сонымен қатар Болат Қожахметовтің екі бірдей қызы, яғни егіз қыздар Айман Шолпан Қожахметовтер осы былтыр 2012 Лондон өткен Олимпиада ойындарында қатысқан болатын. Айман да Шолпан да осы жеңіл атлетика жарысына қатысқан болатын. Міне Болат Қожахметовті бапкердің міне отбасында өз қыздары да міне қазақ елі намысын, халықаралық алаңда абыройды қорғап жүр. Міне сол бапкер ретінде Болат Қожахметов осы жарысқа міне Айдос Қаңғылбаевты баптап шыққан екен. Оның қарсыласы Руслан Абдыразақов Сыр барысы, 1988 жыл туған, салмағы 117 келі, бойы 195 сантиметр, Садық Мұстафаевтың қол астында жаттығады. Руслан Абдыразақов айта кетейік, 2011 жыл Қазақстан барыс атанған Ұлан Рысқұлдың туған інісі. Ол да көптеген байрақты бәсекелерде топ жарып жүрген жігіт, еліміздегі өте белді қазақ күрес шеберлерінің бірі, өрелі өнерімен көзге түсіп жүр. Міне қазір Руслан бойшаң балуан, Айдос салмағы ауыр балуан. Осы бойшаң мен салмағы ауыр балуанның екеуінің арасындағы тартыс кімнің пайдасына шешіледі екен. Руслан аяқтан ілді, өте міне көрдіңіздер, таза жеңіс, санаулы ғана секундтар. Өте тамаша міне. Руслан Абдыразақов қарсыласын аяқтан ілді, санаулы ғана секунд. Міне көрдіңіздер. Ешқандай мүмкіндік берген жоқ. Айдос Қаңғылбаев бабында келмеген екен бұл жарысқа, міне байқап отырсыздар. Руслан Абдыразақовтың санаулы ғана секундтар аралығында жеңіске жеткенін сіздер байқап отырсыздар. 25 секунд жұмсалған екен бұл жеңіске жету үшін. Ал Айдостың салмағы Руслан қарағанда 30 келі артық. Соған қарамастан міне аяқтан ілді. Сырттан ілді міне. Көресілер ауысады. Кілем жетекші. Өте жақсы. Русланның бабы, сіздер байқап отырсыздар. 25 секундты өзінен әлде қайда ауыр балуанды ұтуды әрине оңай шаруа емес. Бұл Русланның нағыз бабында келгенін байқатуда. Руслан Абдыразақов бұған дейін де Қазақстан барысы жарысына қатысқан. Бұл жігітте жақсы күресті, бірақ жолы болған жоқ. Қазір келесі жұп Бекзат Ахметбеков Қарағанды облысы және Айбек Нұғымаров Шығыс Қазақстан облысы. Айбек Нұғымаровтың міне ортаға шығуына қазір күллі жанкүйерлер, күллі көрермендер қол шапалақтауда. Айбек Нұғымаров Қазақстан барысы 2013 жылдың жеңімпазы. Сол жарыста Айбектің жеңісі еш күмән туғызған жоқ. Бекзат Ахметбеков Қарағанды облысының өкілі. Сайдалы лақабаты, 1989 жыл туған, салмағы 93 келі, бойы 180 сантиметр. Бапкері Мақсат Ахметбеков. Айбек Нұғымаров Алаштың маңдайына біткен жұлдызы. Қазақстан барысы 2012 жылдың қола жүлдегері, Қазақстан барысы 2013 жылдың бас жүлдегері. Былтырғы жарыста өздеріңіз жақсы білесіздер, Айбек Нұғымаровтың үстемдігі еш күмән туғызған жоқ. Жартылай финалда ол Ерсұлтан Жұманазаров, Ерсұлтанов Жұманазарды айқын басымдылықпен ұтса, финалда Ержан Шынкеевтің де
еш қиналмай жеңіп, осы жарыстың бас жүлдесін қанжығасына байлаған болатын. Биыл да сол нәтижені қайталасам деген үлкен үмітпен келіп отыр. Айбектің негізі бабы жаман емес. Жоқ, тоқтады дегеннен кейін әдіс жасалды, сондықтан есепке алынбайды. Айбек Нұғымаров осы жарысқа бапта даярлаған Серік Қоржекенов. Нағыз кең иықты, нар тұлғалы, бурасан азамат. Айбектің бойы 1 метр 89 сантиметр, салмағы 138 келі. Салмақ жағынан осы жарысқа қатысушылар арасында Айбек 4-ші орында екен. Бұл ретте енді біз айттық, ең ауыр Жұманазар Ерсұлтанов деп 160 келі. Одан кейін Айдос Қаңғылбаев 147 келі. Содан кейін Бейбіт Ыстыбаев 140 келі және Айбек Нұғымаров 138 келі. Салмақ ауыр балуандардың қатарында Айбек Нұғымаров, шабысы да бөлек. Оңында солында жақсы әдістер жасай алатын. Енді өткен жылғы Қазақстан барысында көрдік біз, бұл жігітті бірде-бір балуан жеңбек тұрмақ, орнынан қозғалтылған жоқ тұрған жерінен. Сондықтан да осы жарысқа басты фавориттердің бірі ретінде келіп отыр. Қазақстан барысының өнерін тамашалауға арғымақ құштар, сондықтан да қазір қырағы мамандарда, жанкүйерлерде осы жекпе-жектен көз алмай тамашалауда. Айбектің үстіне Бөгіпай жазылды қазір. Яғни қарсылас кілемнен шығып ескерту алды. Бекзат Ахметбековті осал деп айта алмаймыз. Халықаралық дәрежедегі спорт шебері қазақ күресінен 2 дүркін Азия чемпионы бұл жігіт. Бірақ салмағы небәрі 90 келі. Сондықтан да өзінен әлде қайда еңселі, бойшаң. Нұғымаровты жеңу оған өте қиын болады. Қос балуанның да өзара салмақ айырмашылығы 43 келі екен. Кешіңізде 45 келі екен. Қос балуанның өзара айырмашылығы 45 келі. Бұл өте көп, өте көп. Бір ерекше туған балуан. Ерекше бір қасиетке бұлақ күштің иесі болмаса, әрине өзінен 45 келі салмақ артық балуанды ұту оңай болмайтыны анық. Қазір Айбектің лақтырған сәті жартылай жеңіс. Иә, жартылай жеңіс, бір егімен ғана түсті. Айбек өзіне сенімді, көріп отырсыздар. Қалай дүбірлі додалысқан балуан ғой, өзіне өте сенімді жүр, бек жүр. Тіптен кейбір кездерде тым бос жүрген сыңайлы әсер қалдыруы мүмкін, қазір көреміз. Өзімне өте сенімді ғой. Өйткені қанша дегенмен Қазақстан барыс атану 2-ның біріне бұйырмайтын бақыт. Сондай деңгейге жеткен балуанның тактикасы өзгеше болады. Кейбір сәтте тым бос аңсып қалып жатыр. Айбек сол сәтті Бекзат пайдалана ала ма екен? Өткен Қазақстан 2010 жылы Қазақстан барыс турнирінде біз Айбектің бірде-бір қарсыласын бет қаратып тұрғанын біз көзіміз көрді.
жасыратын жоқ, ешкім оған қарсылық көрсеткен жоқ. Тіптен жартылай финалда да қарсыласын ұту бұл жігітке оңай болды. Еш қиналмайды деп айтсақ та болады. Сол жарысты алғашқы айналымнан бастап бір тегеурінді бастаған болатын. Бұл жолы күшін сарқып алмауды мақсат тұтып жүрмей тұр. Міне көрдіңіздер ғой, міне. Айбек сәл босаңсыған, міне. Босаңсып жүреді бағанадан, міне. Сол сәтті пайдаланып кете жаздады Бекзат. Бүгін пай жазылды енді. Енді Айбек бұл Бекзатпен белдескенде бос жүруге болмайтын түсінді. Енді іске мықтап кірісу керек. Қанша дегенмен дүйім халық қарап отыр ғой. Қазақстан барысы деген дарды атағы бар. Міне көрдіңіздер. Таза жеңіс. Міне осылай күресуге еді ғой басынан бастап. Бірақ тактика сұлу болды, бәлкім. Бұл белдесуде таза жеңіске Нұғмаров Айбек жатты. Шығыс Қазақстан облысының балуаны. Бекзат алдында бір лақтырып бүгіп пайын алған еді. Бұл жағдай ашу ұзасына тисе керек. Қазақстан барысы жарысының 2013 жылғы жеңімпазы Айбек ақырында қарсыласын қос жауырынмен жерге қадап келесі айналымға шығып отыр. Рауанов Ақжігітов Күлекеш. Міне лақтырған Айбектің лақтырған сәті. Өте керемет, өте сәтті шықты. Біріншілер ауысады. Білем жетекші Рауанов. Алматы облысы Ақжігітов. Білемдегі төреші Шығыс Қазақстан облысы. Қазір біз санаулы сәттерден кейін осы жарыстағы ең алу балуан, яғни Жақсығұл деген лақап атқа ие Жұманазар Ерсұлтановтың өнерін тамашалайтын боламыз. 160 келі, салмағы бойы 183 келі оңтүстік Қазақстан облысының өкілі. Ал оның қарсыласы Дархан Жоламанов, Павлодар облысы Асау лақап аты. Бойы 179 см, салмағы 101 келі. Жұманазарды біз бұрындарда талай жарыста көргенбіз. Қазақ күресінен де сын қатысып жүрген, дзюдо күресінде еркін меңгерген. Бірақ кейіннен 8 жыл үлкен спорттан қол үзіп кетті. Бірақ біз жоғарыда айттық қой, ақсақалдардың қолқа салуымен оңтүстік Қазақстан облысының осы жарыстан намысын қорғау үшін былтыр алғаш қадам басқан еді. Іріктеу сынынан іркілмей өтіп, әуелі Шымкент қаласындағы жарыста топ жарып, одан кейін облыстық сында дара шығып, осы Қазақстан барысына жолдама алған еді. Алғашқы қадамы сәтімен болды. Сол жарыста Жұманазар қола медальмен оралған болатын жартылай финалда. Бұл жігіт Айбек Нұғмаровтан ұтылғанымен қола медаль үшін бәсекеде, өздерің жақсы білесіздер, Бейбіт Ыстыбаев позлемге шықпай қойып, осы қола медаль Жұманазарға берген екен. Сол Жұманазар міне қазір осы жолы бәлкім қола медалін алтын немесе күміске айырбастаймын деген үлкен үмітпен келіп отыр. Бірақ Дархан Жоламанов та біз айта кетейік, осал жігіт емес. Бұл Дарханның да Қазақстан барысына Павлодар өңірінен үздіксіз қатысып келе жатыр. Былтыр мына бірінші айналымда Айбек Нұғмаровқа тап келіп ұтылып қалған болатын. Жалпы бұл жігіт үшін жеребе өте қиын түсудемін. Көрдіңіздер, былтыр алғашқы айналымда Айбек Нұғмаровқа тап келсе, биыл мына алғашқы айналымда осы жарыстың ең ауыр балуаны Жұманазарға қарсы шығып отыр. Жұманазар өзіне сенімді, біліп қояды. Өзінен енді сан мәрте, енді атап айтар болсақ, қандайлы қолданар екен. Өзінен 60 келі ауыр балуанмен күресуге тура келіп отыр Дарханға. Бірақ күш атасын танымайды деп айтып отырмыз ғой. Сондықтан да кім біледі, кімнің бағымен баба қатар шапса сол жеңіс жетеді.
Қызыл белбеу болған тағы бірде Бөгіпай жазылды. Еншісіне. Міне, өте тез жылдам қимылдап Дархан қарсыласын шаршатуға талпынып жүр. Жұманазар болса оны ұстап алып қазір қырқа шалып құлатсам деп бір ниет білдіруде. Қазір тағы бір ескертіп алу әбден мүмкін. Алуға да тез Жұманазар міне жымайып қояды. Сылбыр көзген үшін екінші қатаң ескерту. Қатаң ескерту екінші. Жамбас ұпай қазір Жұманазардың еншісіне жылады. Дарханның енді амалы жоқ, бір ескертіп алса жарыс жолынан шығып қалады. Сондықтан да тәуекелге бару керек бұл жігітке. Жұманазар тіресіп тұр. Өте мені Дарханның бір алғашқы ұмтылса жемісін берген жоқ. Орыннан қозғалталған жоқ Жұманазарда. Тағы да бір көрді, бірақ ешқандай дайындықсыз жасалған әдіс. Оның бұл Назар Ерсұлтанов турнирдегі ең салмағы ауыр балуан 161 келі. Мені көрдіңіздер. Жоқ, Жұманазар бекер қуанып отыр. Бұл жерде Дарханға жеңіс берілуге тиіс, өйткені байқадыңыздар мені. Ең соңында құтылып кеткен Дархан көрдіңіздер мені. Қазір қайталау барысында тағы бір байқап көруіңізге болады. Кейбір жайт әрине қимыл көзілеспе жылдамдықпен жасалды. Сондықтан да кейбір балуандардың ұқпай қалуымен Жұманазардың өзі де ұқпай тұрған сыңайлы. Қазір қайталау барысында көрсетілетін болады. Әдістің қалай жасалғанын. Енді бұл ретте бапкерлер бар. Өз қамшысын ортаға тастайтын болса, Жұманазардың егер бапкерлері бейне қайталауды тағы бір қайталап көруге болады. Қайталау көреді. Өйткені түсініксіз болмау үшін қайталау көріледі. Сол кезде бейне таспаны кері айналдырғанда кімнің қалай мені көрдіңіздер. Жоқ, мені құлаған жоқ. Бір ығымен құлатты, мені қарсасына алып жықты. Көрдіңіздер. Еш төрешілердің шешімі өте дұрыс. Мені қардың аяқтан ілді, лақтырды, бірақ бір ығымен аунап кетіп, мені қарсасының өзін жықты. Көріп отырсыздар. Дархан Жоламанов, ешқандай күмән жоқ, өкінішке орай. Жұманазар Ерсұлтанов жарыс жолынан шығып қалды. Әттеген ай дейміз. Бүгін Дарханның бағы жанып тұр екен. Назар. Өте шиеленісті. Мына қазақ күресінің құдіреті де, мана мықтылығы да осындай ғой, өздеріңіз байқадыңыздар. Кімнің қайтып лақтырғанын тіпті байқау мүмкін болмай қалды. Төрешілер алмасады. Қазір кезек тағы бір Қазақстан барысы 2012 жылғы жеңімпазы Бейбіт Ыстыбаев боз кілемге шығады. Оның қарсыласы Нұрлан Жамалов, Ақмола облысының өкілі. Бейбіт Жамбыл облысынан. Міне бұл балуандардың да салмақ айырмашылығы 48 келіні құрап отыр екен. Және олар бастарымен жауап береді. Егер де төрешілер бұра тартатын болса, өздерінің аңтарын адал болмайтынымызды қарап ет болады. Сондықтан барлық кездесу әділ өтеді. Сіздер де бекерден-бекер дау көтермеңіздер. Қайталау тұр көз алдарыңызда көреміз, ары қарай жалғастырамыз. Міне жүргізуші Бейсен Құранбек айтып жатыр, бәрін түсіндіріп жатыр. Үлкен экраннан қайталау барысынан барлық жанкүйерлердің көруіне болады. Бекер боспа байбалам салудың қажеті жоқ. Өйткені төрешілер ақ-қараны ажырату төрешілердің ісі. Егер төрелік әділ болмаса, оларға да қолданылатын жаза бар. Сондықтан да бұл жарыстың әділ таза өтетініне еш күмән жоқ. Бәрі де көрермендердің көз алдында, үлкен таблода қайталау бар. Бейне таспаны кері айналдырып жіберсе,
істің ақ қарасы өз-өзінен анықталып шыға келеді. Бейбіт Ыстыбаев 2011 жылы Қазақстан барысында күміс медаль иеленді. Сол жарыстың финалында ол Ұлан Рысқұлдан ұтылып қалған болатын. 2012 жылы Бейбіт Ыстыбаев бас жүлдені жеңіп алды. Финалда Шалқар Жоламанов тұтқан болатын. Және 2013 жылы жарыста өздеріңіз білесіздер, жартылай финалда Ержан Шынкеевтен қарағандылық балуан ұтылып қалып, қола медаль күресуден бас тартқан болатын. Сол кезденде Шынкеевті де жазалады төрешілер. Бейбіт Ыстыбаевқа да жазалаған болатын, бірақ кейіннен Бейбіт Ыстыбаев жарысқа қайта қосылды. Енді бұл ретте кешіріммен қарады ма, әлде басқа да себептер бар ма, ол жағы бізге беймәлім, бірақ Бейбітпен күресіп жатыр. Сондықтан да осы жарыстан өзінің мықтылығын былтырғы кеткен олқылық екенін төрешілердің көзін жеткізу үшін Бейбіт Ыстыбаев осы жыл барын салатынына біз сенімдіміз. Жалпы қандай жағдай болса да балуан боз кілемге шығуға тиіс. Ал қазір мықтылығын дәлелде, қазір көреміз кімнің әлеуеті қандай екен. Бейбіт Ыстыбаев біз айттық, Жамбыл облысының өкілі, лақап аты Тараз Тарланы, 1985 жыл туған, салмағы 140 келі, бойы 193 сантиметр, бапкері Елдос Далабай. Нұрлан Жамалов жайында айтар болсақ, Көкшиярланы, Ақмола облысының өкілі, 1986 жыл туған, салмағы 92 келі, бойы 188 сантиметр, бапкері Бекім Жапаров. Салмақ айырмашылығы 48 келі екенін айттық, яғни жарты центнерге жуық. Нұрлан енді не істеуге болады қазір? Нұрлан өзде басы қатуда, бұл жігіт үшін жеребе өте қиын түсті. Нұрлан өзде сезініп отыр. Бұл жігітке әрине Бейбітті ұту қиын болады. Бірақ спортта бәрі мүмкін, жаңа ғана көрдіңіздер ғой. Дархан Жоламановтың Ерсұлтанов Жұманазарды қалай ұтқан. Сондықтан тәуекелге балу керек бұл балуанға да. Міне құлай салды. Еш нәрсе болған жоқ, өзі құлай салды, астына түсуде қалды, таза жеңіс. Бұл ретте Бейбіт Ыстыбаевтың еңбегі деп те айта алмаймыз. Бұл Нұрлан Жамалов. Әлі жетпейтін білдім, әйтеуір жығыла салды. Бейбіт Ыстыбаев сөйтіп құттықтап қояйық осы жеңісімен. Келесі айналымға жолдама алып отыр. Қазір қарсыласының қасқыр терісін иығына салады да сәл-пәл тыныстайды, содан кейін келесі айналымда қайта ортаға шығатын болады. Мына қайталау барысын көріп отырсыздар. Ішке кіргендей болды, шамасы жетпеді, содан кейін қой деді, құлай салды. Бұл енді түйе балуандардың тартысы болғандықтан салмаққа қарамайды. Кейбір балуандардың мына осы жасқа келген балуандардың арасында ең салмақ аздар 82 келі екен. Ол бағана ғана сіздер өнерін тамашалаған Леонид Станеев. Одан бөлек Саят Шамшиевтің салмағы 83 келі, Сұңғат Закиряевтікі 85 келі, Дәулетхан Жақыповтікі 83 келі, Дәурен Исламовтікі 85 келі. Міне осындай небәрі 80-нен сәл ғана асатын балуандар бар. Сонымен қатар 160, 140, 150 келі балуандар да бар. Түйе балуандар бұл қашанда күш атасын танымайды деген принцип ұстанған, сондай қағидамен шығады. Кейбір сәттерде 90 келі балуандарда 160 келі балуандарда жығып жатқанын біз көріп жүрміз. Сондықтан бұған таңдаудың еш қисыны жоқ. Қазір назарларыңызда Мұхит Тұрсынов, Шығыс Қазақстан облысының тағы бір шымыр жігіті ортаға беттеді. Көк белбеудегі балуан Бекболат Салықов. Оның қарсыласы Бекболат Салықов. Атырау облысы, лақап аты Тарлан, 1982 жыл туған, салмағы 110 келі, бойы 183 сантиметр.
Бекболаттың бапкері Марат Абдуалиев. Мұхит Тұрсыновты біз көрермендер жақсы біледі. Көптеген байрақты бәсекелерде топ жарып жүрген балуан. Бұл балуан түрлі халықаралық турнирлерде, түбі дүбірлі тойларда Ұлан Рысқұл, Бейбіт Ыстыбаев сынды белді еліміздің нартылғал балуандардың өзін ұтып жүргенінде сан мәрте көргеміз. Аяғынан нық тұрады, өте сезімтал балуан. Көптеген дүбірлі додаларда түйе балуан аталып жүрген жігіт, бірақ Қазақстан барысында бағы жанбай жүр. Жақсы білеміз, 2010 жылы осы жарысқа қатысқан болатын. Қазақстан барыс турнирінде Мұхит Тұрсынов екінші айналымда, егер қателеспесек, осы Бейбіт Ыстыбаевтан ұтылып қалды ғой деймін. Иә, екінші айналымда сол жігіттен ұтылып қалған болатын. Әйтпегенде бұл жігіттің де біразға дейін баратын жөні бар еді. Мұхит Тұрсыновты өзінің әкесі Шыңғыс Мұхитов баптайды. Шыңғыс Мұхитовтың да есімі жақсы таныс. Бұл жігітте талай байрақты бәсекелерде 80 жылдары, 90 жылдары атой салған болатын. Талай дүбірлі тойда түйе балуан атанған. Сондай қарулы жігіт Шыңғыс Тұрсыновтың мына белді балуанның баласы, туған баласы мына Мұхиттың да өнерін тамашаладыңыздар. Ешқандай күмәнсіз жеңіс, тамаша. Мұхит Тұрсынов қарсыласын оп-оңай ұтып, салы қыпқа сан соқтырып, міне келесі айналымға жолдама алып отыр. Бір минутта бұл кездесуде Мұхит таза жеңіске жетті. Мұхит Тұрсынов. Мұхит Тұрсынов та мына Семей өңірінің тумасы. Өте жақсы балуан, көріп отырсыздар. Алғашқы жекпе-жегі еш күмән туғызған жоқ. Үстемдігі. Төрешілер алмасады. Қайталау барысында мына әдістің қандай керемет жасалған өздеріңіз көрдіңіздер. Кеудеден асыра лақтырды. Кеудеден асыра лақтырып мына айқын жеңіс жетті мына. Бұл ретте Бекболат Салықовте ешқандай мүмкіндік болған жоқ. Сонымен құрметті көрермендер, бүгін жарыстың алғашқы бөлігін сіздер көрдіңіздер. Бастапқы бәсекелері ертең КТК арнасынан осы жарыстың жалғасын тамашалайтын боласыздар. Бұл жарыстың да нағыз жан алысып жан беріскен бәсекелер алды деп ойлаймыз. Сонымен қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Ғалым Сүлеймен. Маусым, Астана, Сарыарқа велотрегі, Қазақстан барысы. Бас демеуші Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қоры. Ресми демеуші Каспий банк.